Сәлемдестер, Темірге мен Лумен Тока. Бүгін видеода бізде жаңадан сериалымыздың аты Хаустағы қыздар деп аталады. Енді мен бұл серияға қатты ат таба алмадым. Егер де комментарияны ашатын болам, сол кезде қандай ат қойсам болады екен жазып кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Таң аты кеткен бе? Мә, сағат неше болды екен? Ой, мынаны зачем? Сағат 7-ден 15 кетіп қалған ба? Мә, сабаққа кешігетін болдық қой. Алина, тұршы. Ой, не болды? Немене ұйықтап жатсың? Сенің не шаруаң бар? Неге осы хаусқа кірдім екен? Анаманды айтып еді. Болды, жап аузыңды тез кейін. Неме маған дүрек сөйлеп тұрсың? Алина, қойшы болды. Сене бұрын сабаққа кешігетін болдық. Сағат неше болды? 6-тан 15 кеткен шығар, сен мені всегда осылай қорқытасың. Қайдағы 6-тан 15? Сағат уже 7-тен 15 кетті. Не? Сабақ бізге мұғалім 7:30-да басталған деп еді. Біз сағат 8, тура 8-ге дейін үлгеру керекпіз. Білесің ғой, біз шай ішіп отырғанша уже сағат неше болатын. Білемін. Бол енді тез кейін. Мә, неден көп киім алғансың? Не шаруаң бар сенің? Осынаған кие салармын. Бол тез болшы. Болды, мен сумкамды алайын. Ой, бұл сумкада дым жоқ қой. Міне сенің сумкаң. Бұрынғы қыздардың сумкасын немене алып аласың? Менің компьютерім сенде жүр екен ғой, таппай жүрсем. Ой, өзім алып алғанмын. Сен неге таппай жүрмін? Болды, қойш. Сен сосын сабақтан кейін менің компьютерімді қайтарып ұқтың ба? Жарайды. Сәлеметсіздер ме, балалар? Ой, мына тақтаны кім сүртпеген? Уже қанша минут айттым мен сендерге сүртіп жүріңдер деп. Бүгін кім керекші вообще-то? Бұл тез қазір директордың кабинетіне барып жүретін жай жоқ. Болсаңшы өзіңде. Сәлеметсіз бе, мұғалім? Сендер неме істеп жүрсіңдер? Неге сабаққа кешігесіңдер? Уже сағат 8-ден 15 кетті. Апай, кешіріңізші, кеш тұрып қалыппыз. Ой, енді қайталанбасын. Уже осымен 3-4 күн қайталанып жүрді. Бірақ та дым демедім. Осы жол директордың кабинеттеріне барғыларың келіп жүр ма? Жоқ, әрине, апай, өтінемін, кешіріңізші деді қой. Ей, дауыс көтерме маған. Бол, тез орындарыңа отырыңдар. Бүгін кім кезекші еді? Кім, айтсаңдаршы? Апай, бүгін Алина болған. Алина немене кешікке бенді сабақта сүртпей маған трапканы беріп қойып отырсын? Бол, тез сүрт. Жарайды, апай, қазір кешіріңіз. Өтірік, маған сылтауларыңды айтпай тез болыңдар. Оңтүстік сендерге сабақ берейін деп отқан жайым жоқ. Болды, апай, сүртіп болдым. Болды, енді орындарына отырсаңдар, мен қалқиып тұрсыңдар, қазір сабақты бастайық та, уже қанша минутты алып біттіңдер. Апай, кешіріңіз. Мында отырмын. Апай, бүгін мен сабаққа дайынмын. Точно ма? Апай, мен мектептегі старостымын ғой. Ай, молодец, осындай қыз сияқты отырмайсыңдар ма? Арина сияқты болмайсыңдар ма вообще-то? Бүгін қазақ тілі осы септіктер жаттаймыз. Арина сабаққа жоқ, сен дайынмын дедің ғой. Апай, міне кітабымды алыңыз. Жақсы, оқи ал. Молодец, міне осы сияқты болмайсыңдар ма? Мә, ала қой, саған 5 журналға қоям. Рахмет, апай. Ноутбугыма деді мұнда. Болды, енді тағы кім сабақ айтады? Апай, мен айтсам бола ма? Міне біздің ең үздік оқушымыз енді келіп қапты. Келесі аптада сен уже староста боласың. Апай, неге мен болмаймын? Мен уже қанша мәрте айттым. Болды, отыршы орныңа. Немене тұрып аласың? Сен кел міне.
сабақ ойбай әкел. Ой, жарайсың, отыра қой орныңа. Саған да бүгін 5+. Апай, мен одан да көп айттым. Ту, Арина, көп оттай бермей отыршы. Өзі қаншама рет айттым ғой саған отыр деп. Ал енді тағы кім сабақ айтады? Апай, мен айтсам бола ма? Арсен, сен айтқың келіп отыр ма? Иә. Жарайды, Али, саған да 5 отыра ғой. Рахмет, апай. Енді кім айтқысы келеді? Апай, мен айтсам бола ма? Ой. Тез шық енді. Мектепке кешіккендеріңмен қоймай, сабақты да дұрыстап айтыңдар жүз. Жарайсың, молодец, отыр. Саған осы жол 5-. Апай, неге мен олардан да жақсы айттым деген ойдамын? Ой, қайдағы сен күнде кешік келесің сол үшін. Ой, жарайды. Апай, неге о әділетсіз ғой? Ой, болды, қойыңдар сөз, сендерге кім айтып жатыр вообще-то? А то сенің бағаңды түсіріп тастаймын ғой. Жарайды, апай. Балалар, осы жолы старостаны келесі аптада сайлаймыз дегенмін, бірақ та бізде жаңадан көп староста болған. Но оның болғанына уже 2 жыл болды. Енді тағы да бір староста сайлаймыз. Апай, айттыңыз ғой мен деп қойсай, мүмкін сен де ертең оқымай келетін шығарсың, староста болам деп. Сондай әдеттерің бар еді ғой. Болды, тақтаны өшір, Алина. Жарайды, қазір өшірем. Ана қолдарындағы сумканы тастамайды кесіңдер деймін да. Қазір, апай. Жаңадан тақырып өтеміз. Тез болыңдар, уже 15 минут қалды. Сендердің несіне мен зардап шегіп жатырмын. Күнде дым ұқпайсыңдар, сосын ертең бжб-тжбді жаман баға алсаңдар, тағы ата-аналарың келеді айғайлап. Болды, отыр. Ал бүгін бізде осындай 100%-тік міне осындай бөлінеді. Көрдіңдер ма? Көрсеңдер болды. Қазір балалар сендерге арнайы кітап алып берейінші, өзі кітабымды ұмытып кеттім ғой, қай кітап еді? О, бүгін әдем болып тұрсың, Арсен. Рахмет. Я, дұрыс айтады, Алина. Ой, то есть Аружан. Сенімен Алинамен дос бола аласың ба? Жоқ, просто аттарың қатты ұқсайды. Я, дұрыс айтады, мен де шатастырып ала берем. Туй, менің атымда не аласыңдар? Ой, қыздар қойсаңдар, неме Арсенге жабысып қоймай қойыңдар ғой. Фуй, кетші сен, Алинұр. Шашың өрпейіп алып, не дейсің ба? Соны айтам. Ой, сен вообще сөйлемей қойшы. Нең бар, сенен қарағанда крутаямын ғой. Болды, қыздар қойыңдаршы, қазір мұғалім келсе ұрсатпанымызға. Мына қатарда. Сендер жаңадан келгенсіңдер ма? Жоқ, біз бұрыннан бармыз. Просто көп күн сабаққа келмей қалдық. Да? Оларда не шаруаларың бар? Одан да мені сұрасаңдаршы. Мен старта болғаныма 2 жыл болды. Еще популярнымын осы сыныпта. Ең атақтысымын. Еще мен гимнастикаға қатысамын. Мен ең мықты қыздардың ішіндегі ең мықтысы мен ғой. Күшті екен. Сен негізі гимнастикаға қатыспаушы едің ғой. Ой, нең бар? Білмеймін, гимнастика бір емес па? Жоқ, бір емес. Туй, жапшы аузыңды болды. Ой, ана бала тағы да қылшық болатын болды, сіз іздеу керек. Міне тұр ғой мына кітапты 2 сағат көзім көрмейді, очки киіп алып. Балалар, сабағымызды міне мынандай кітапты ашамыз, мынандай кітап. Кімде бар осындай кітап? Ешкімде жоқ па? Міне мынандай кітап. Ой, сендерде өмір бақи ондай кітап жоқ болады жар. Жарайды, қазір біреуіңе беремін. Мә, староста оқып бер мыналарға. 1, 2, 2-ні 4 бөлшек. Немене қарттап отырсың ғой, ай.
кімге береміз бұны? Оқымай ақ қойшы, бекер босқа стресс қылдың сен. Типа популярный болып жүресің ғой еще. Популярный емес. Ха-ха-ха, мұғалім бетіне айтып тастады ғой. Саған не жоқ, оқыма. 3 пен 4-тің септіктері осындай. О, не айтып жатсың? Ешкім оқи алмай ма? Апай, мен оқимын. Ой, міне, өз оқитын адам табылды ма? Оға. 3 пен 4-тің септіктері бірге жалғанған кезде осындай белгі шығады. Ой, жарайсың бала, жарайсың. Саған бүгін 5. 4-ті алып тастайын, сендер негізі кешіп келсеңдер де жақсы оқисыңдар ғой. Жарайды, енді балалар, бүгін біз септіктерді өтеміз. Қандай септіктерді білеміз? Атау септік, ілік септік, бар септік. Оны жарайсыңдар балалар, барлығын біледі екенсіңдер ғой. Ал барлығы неше септік бар? 7 септік. Ой, молодец, 7 септікті жаттап келеміз үйге. Ұқтыңдар ма? Ұқтыңдар ма деймін? Я, ұқтық. Я, ұқтық, апай. Я, ұқтық, апай. Я, ұқтық. Болды, осы тапсырма, сау болыңдар. Сосын, осы бір-ақ сабақпен ғана кете беріңдер сендерге, білесіңдер ма? Бүгін бүкіл апай ауыр қапты, бүкіл бір-бірінен вирус жұқтырып апты ғой. Тақтан өшіп кетіңдер, кетпестен бұрын. Я, апай, өше салам мен. Жоқ, сен отыра бер, мен өше салам. О, махаббат. Жарайды. Біз онда тез үйге барайықшы, қарным ашып кетті. Жарайды, кеттік. Достар, сізге ұнады деген ойдамын. Қазір мен осы видеоны монтаждап барлығын жасайтын боламын. Ал барлықтарына сау болыңдар. Сендерге мен Woman Toka или және де мега қатты ұнамай жатса, Toka-Boku'дан осы серияны қайталап жасайтын боламын. Енді осындай неме болып тұр. Егер де ұнап жатса, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де жақын арада екінші сериясын шығаратын боламын. Всем пока!